Қазанға бармағандарға әлемді көрсетейін деп жатырмыз. Тряпкама андай 3 тряпка алдым сондай ішінде 3 түгі бар. Тряпка алып болма мен. Hey Jasik. Ассаламу алейкум. Маса улли хайра, кайф халик? Картошка алып қой. Biz Іле өзенін көруге бара жатырмыз. Жолдан Көшпенділер қаласына жетпей тоқтадық. Қазір жаяулатып келе жатырмыз. Бұндайды көрмедім әлі өмірімде, жалпы мынандай шатқал сияқты жерді, мынандай өзенді, өзен бұл. Иә, өзен. Іле өзені. Ана жаққа жүзіп барсам сонда қазір кетіп қаламын ғой да. Ағыс бітеді, ағыс әжептәуір екен, ә? Әжептәуір, кәдімгі дейді. Сырдарияға жүзе салам ба деп ойлағанмын, Сырдария сияқты ше, жоқ, қатты екен ағысы. Сырдариядан таза ма? Әлде қайда таза. Әлде қайда. Сырдария деген лай аралас су ғой, құм аралас су ғой, сәл-пәл. Қайтып келе жатырмыз. Біздің енді келесі мақсат, келесі жол Көшпенділер қаласына. Аха. Жел ұрып тұр. Дауыс естілу болды. Мына ағаш не үшін алып алдық? Себебі кешке отын жақсақ деген ниетіміз, жоспарымыз бар. А мына темірлер керек болып қалар. Адам бар шығар енді. Бір ойын бар, жазға салым. Кәдімгідей. Сонда мына кеше салынған. 2 аптадайға бар ғой, кәдімгі кетіп болу. Қауіпті деп газ қайтармайды екенсіз. Қайтардың ғой, бұрын қатты егіп қалсаң не жер? Ал біз Көшпенділер қаласына келдік. Сүке, бұл жер жайлы не білетініңізді бір-екі ауыз бір айтып жіберсеңіз. Бұл біздің еліміздің түсірген керемет бір фильмі бар, Көшпенділер деп аталатын. Міндетті түрде қарау керек деп ойлаймын. Әр қазақ дыбыс, әгәрәки деген сөздер, Алтайдан Атырауға дейінгі деп келетін сөздер, әуен, керемет. Сол фильм үшін арнайы Іле өзенінің бойынан қала салған ғой, қала. Сол қала бүгінде қала мұражайға айналған. Келіңіздер, жол Алматыдан сайрап жатыр. Самса бар ма, самса? Самса бар. Түсіп кетеді ғой, түсіңіп кетеді ғой ішіне кетеді. Аяқтан бүйтіп. Жылы болады. Жай, мына жердегі отындар, мына жаққа қарасаңыздар, біраз строй материалмен біраз отын шығайын деп тұр. Бізде отын бар негізі, бірақ сәл-пәл жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да страховка үшін сәл-пәл мына отындардан алып, мына жерге қазір мына жолға қазір түскен келеді көлігімен. Кешке костер жағамыз, соған осы жерден біз біраз ағаш алып кетпекшіміз. Жай жинап жолдың жағасына. Кішігірім операция побег из қалай еді? Операция алып қашу дейсі. Операция Шурика мет қалай еді? Операция и приключение Шурики ме? И приключение Шурика. Біз ағаш іздеп жатырмыз. Шегесі жоқ. Себебі шегесі бар ағаш жатқан кезде күлмен бірге шегесі қалып кетеді да. Апасы. Не қыл дейді? Алтош кеттік. Ана айналып өткенбіз ғой мына. Аха. Сон жерде трос жатты да. Мен просто трос деп ойладым. Апай айтты, шегелері бар дейді. Ойлап қорқып жатыр деп ойлап.
жарып қалмады ма? Сөйтіп содан ана көліктер өтті ғой десем, қайда барасың? Бүйтіп ана таулар, ана екі таудың арасына барамын. Мына камерадан қайқа шығып баратқанымыз көрінбейді, бірақ біз, короче, андай жерде жүрміз да. Ана жерде шығу керек болған. Қаш. Ай, бір қызық болды ау. Нешінші? Подходпен? Үшінші ма? Төртінші ма? 4 па, 5 па бірдеңе. Сәл бір. Тоқта чекіп алғаны ма? Осыған алар. Бұл жасик келіп жайғасып. Мына жерге біз жайғастық. Заттарымыз. Осында қазір бір демалып алып, кешкісін ауызашарға қамданамыз. Екі кісі көлікте, ал Тони мында. Ал. Мынан бұраған қаншалықты? Ол жарыққа әсер етеді. О, машалла. Қазір біз осындай күшті жерде отырмыз. Бұл Сүкең, Жасик, Алтыш. И бізде мынандай көрініс. И қараңдар. Ал біздің жол бастайтын адамымыз мында. Ұйықтап жатыр Бойни. Ай, бетіне күн түсіп ұйықтап жатыр ғой бала. Бақытты. Бұл жерде бәрі бақыт сияқты. Әсіресе Сүкең деп қояды дейді. Сіз қалай дедіңіз? Ертең істеп тастасам сосын қалай? Менен жақсы адам жоқ дедіңіз ба? Менен жақсы адам болмайын деп тұр ғой, патшалық үшін. Сағат 5-тен бірдеңке кетіп жатыр. Жел болған бағана. Мына жел болады деп мына ықты іздегенбіз ғой негізі ше. Сол енді ықты іздеп ығымыз керек емес болып қалды. Тып-тынық кәдімгідей Алматының өзінің оригинал ауа райы болып қалды ғой. Мына бағана толқындатып өте қатты толқындатып бірдеңе болған. Шулап, короче. Енді мына қараңыздар. Мына не деген тыныштық мынау. Мына не деген тыныштық мынау. Өмір ғой мынау. Тыныштық қой мынау. Тек қана құстардың дауысы шығып жатыр. Ана жақта ана машинаға ары қарай кетсе, қазір сонымен халас. Сонымен әдемі болады. Ауызашарға 2 минуттай қалды. Мына жерде көміріміз жанып жатыр. Бұл сосискаға тамақ пісіп жатыр. Тамақты көрсетейін. О, ыстық екен. Міне. Тамақ. Ай! Қандай керемет тамақ пісіп жатыр. От жанып жатыр. Костер. Дастархан. Алтыш, кән. Мұнда уже дастархан жайып тастаған. Мынау бізде Алтыш. Сәлем де. Сәлем, достар. Мынау Бойнибек. Бізде егер Ау. Иә. бүгінгі күн Жасұлан. егер бізде күшті ала қалап жаман есен жетсек, онда 8 марттың 8 наурызда ең жақсы тойлаған бір сәт болар еді, күн болар еді. О. Жасқантай, сен не айтасың? Армашып тұр. Осындай бізде вайп болып жатыр, короче. Бұл бізде жасқантай. Ал мінекей от жанып жатыр. Мына жақта біздің кешкі асымыз.
Картоп, шұжықтар, сүтке жасик. вообще бұл төмен қарап тұрды ғой. Біз шебердің дауысын естіп, сосын жүгіріп кіріп алдық ол жаққа. Бұл неге колонка бар ғой? Сіздікі? Ол сумкамда ғой. Қалайда еркен бұйырса ертең кездесіп кетші амалын тауып бір сені көрмейтін күннен күнде жалықтым жадымда ойларымда сенде тұрғымда нөсерде өзгерттің өмірім Мәдениетсіз болмай-ақ қояйыншы. Платная дорогаға ше. Сол кезде ала қояды да автоматически. Номеріңізден бе уже? Жоқ. Ақша алу кезінде мемлекет Ешқашан қиналмайды. Ақша беру кезінде